Сәлем достар, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, ерекше, қаныңызды көбейтетін, иммунитетті көбейтіп, күш-қуатыңызды көбейтетін редиска салатының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, видеомды соңына дейін қарап отырыңыздар. Бізге қажетті заттарымыз редиска, қияр, пияз және де укроп қажет болады. Редискамызды осылай ұзын-ұзын қылып майдалап турап аламыз. Достар, менің видеомды соңына дейін қарап, ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Описание бөліміне қажетті сілтемелер қалдырып кетемін. Өзіңізге ұнаған видеолар болса, кіріп көрулеріңізге болады. Мені жоғалтып алмау үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Сол кезде менің жаңа видеом шықса, көріп отырасыздар. Келесі видеода мен сіздермен үлпілдеген бауырсақтың жасалу жолымен бөлісіп кетемін. Әлеуметтік желіде өз достарыңызбен бөлісіп кетсеңіздер де болады. Және де Instagram парақшамды қалдырып кеттім. Ол жерге де тіркеліп алыңыздар. Қажетті рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Редискамызды турап алдық. Енді қиярымызды да ұзын-ұзын қылып турап алатын боламын. Достар, сіздер өздеріңіздің үйдегі адам санына қарай өзіңіз көбейте бересіз. Мен қазір бір жегенге, обедкі тамақпен бірге жегенге осылай бір тарелка жасадым. Көк пиязымызды да майдалап турап аламыз. Көп уақытыңызды алмайды, тез дайын болады және де тез желініп кететін салаттардың бірі. Осымен салатымыз дайын болды. Мен қолдың айранын қосатын боламын. Сіздер майонезбен жасасаңыздар да болады, қаймақ қосып жасауға да болады. Қолдың айранымен өте дәмді, керемет болып шығады. Бізге осы қолдың айранымен ұнайды. Кішкене шым-шым тұз қосып жібереміз татымына қарай. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Осымен салатымыз дайын болып қалды. Майонезбен де, қаймақпен де жасап көріңіздер. Өте дәмді, ерекше болып шығады, достар. Дәмі деген керемет. Кішкене бізде айраны аздау болып қалған сияқты. Тағы да бір қасық айран қосып, араластырып жіберемін. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Алдағы уақытта да осындай өте керемет, жеңіл, витаминге толы салаттардың жасалу жолдарымен бөлісіп кетемін. Менің арнамда витаминге толы салаттардың әртүрлі рецептері бар. Арнама кіріп көрсеңіздер болады. Салатымыз дайын болды, жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Сандуғаш. Келесі видеода үлпілдеген бауырсақтың жасалу жолымен бөлісіп кетемін. Жіберіп алмай қарап отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.